Түнде қарсы есіктен біреу тыңдап тұрды. Көршім жоқ, бірақ есігі әр түні ашылады. Есіктің ар жағында ешкім жоқ еді, бірақ көлеңке қимылдады. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, өтініш, каналға тіркелуді ұмытпашы. Сіздердің тек қана подписка жасағандарыңыз мен үшін қуаныш. Біздің подъезд ескі, қабырғалары сарғайған, баспалдақта әрдайым біртүрлі иіс тұрады. Күндіз байқалмайды, ал түнде сол иіс ерекше сезіледі. Мен 4-ші қабатта тұрамын, ал дәл қарсы есікте ешқашан күліп көрмеген көршім бар. Оның аты жөнін ешкім білмейді. Пошта жәшігінде аты жазылмаған. Есігінің үстінде де нөмер жоқ. Тек қара есік, үнемі жабық. Бір түрлісі ол әрқашан түнде ғана шығады. Алғашында мән бермедім. Түн ортасында біреу баспалдақпен жай ғана жүріп өткендей болатын. Бірақ уақыт өте келе байқадым. Аяқ дыбысы менің есігімнің алдында тоқтайды. Тоқтайды да тұр. Кейде 10 секунд, кейде 1 минут. Сосын қарсы есіктің құлпы ақырын ғана шерт етеді. Сол сәтте жүрегім қатты соғатын. Бірақ есікті ашуға батылым жетпеді. Бір күні жұмыстан кеш қайттым. Подъезде жарық өшірулі еді. 4-ші қабатқа көтеріліп келе жатқанда қарсы есік ашық тұрғанын көрдім. Ішінде жарық жоқ, тек қараңғылық. Кенет іштен біреу қозғалды. Бір қадам, екінші қадам. Сол сәтте ол шықты. Ұзын бойлы емес, бірақ өте арық. Беті сұрғылт, көздері тым қара еді. Ақ бөлігі мүлдем көрінбейді. Ол маған қарап тұрды. Жымиған жоқ. Жымиюға ұқсамайтын бір нәрсе ғана ерніде қатып қалған. Сен тыңдайсың ғой, деді сыбырлап. Мен бір сөз айта алмадым. Сол түннен кейін бәрі өзгерді. Түнде қабырға ішінен дыбыстар шыға бастады. Сыбыр, біреудің тынысы. Кейде өз атымды естігендей боламын. Телефонға қарасам, ешқандай хабарлама жоқ. Бірақ бір күні таңертең экранда бір ғана жазу тұрды. Тыңдадың. Көрші апайдан сұрадым. Қарсы есікте кім тұрады? Ол бір сәтке үнсіз қалды. Сосын маған баяу қарап, ол есік бұрыннан бар, бірақ онда ешкім тұрмайды, деді. Ал кілт дыбысы ше? Апайдың түрі бозарып кетті. Балам, түнде ештеңе тыңдама. Ең бастысы есігіңді ашпа. Келесі түні шыдай алмадым. Аяқ дыбысы тағы келді. Тағы тоқтады. Бұл жолы қарсы есік емес, менің есігім сықырлады. Есіктің ар жағынан тыныс естілді. Қатты емес, жақын. Енді сен де білесің, деді сол таныс сыбыр. Мен көзіме есіктің тесігінен қарадым. Ол жақта ешкім жоқ еді. Бірақ қабырғада менің көлеңкем тұрды, қимылдап. Ертесі мен көшіп кеттім. Басқа үй, басқа подъезд. Бірақ кейде түнде жана есігімнің ар жағынан баяғы таныс дыбыс естіледі. Ақырын, тоқтап, тыңдап тұрғандай. Ал қарсы есікте қара есік бар, нөмірсіз. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.